Болат Айтжан. Бар. Амангел Данияр. Бар. Батырхан. Бар. Қабижан. Бар. Болатов Мағжан. Бар. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын тексеріп алайық, иә? Сіздерге бірнеше сұрақ қоям, яғни өткен сабақты бекітіп тастаймыз. Өткен сабақта біз қандай тақырыпты қозғадық? Қандай тақырыпты өттік? Алтынай айта қойыңыз. Семей полигоны. Дұрыс айтасыз, семей полигоны тақырыбын өттік, иә? Кім айтады, ең бірінші, яғни ең алғашқы құрылған жыл, қай жыл Қазақстанда құрылған, иә? Семей полигоны. Бекжан айтыңыз. Семей полигоны 1947 жыл. Жақсы отырыңыз. Естеріңізде сақтаңыздар, иә, бұл жылдарды 1947 жылы құрылған екен. Ал ең алғашқы ядролық сынақ болған, яғни жарылыс болған жыл қай жыл? Қабижан айтыңыз. 1949 жыл 29 тамызда. Тамаша, жақсы. Енді соңғы сұрақ, осы полигонды тоқтатуға жаңағы белсенді болып қозғалыса шыққан ең алғашқы. Және соның әсерінен осы Қазақстандағы Семей полигоны жабылды. Яғни кім әсерін тигізді? Қандай қозғалыс пайда болды? Ал айта қойыңыз, Алишер. Невада Семей қозғалысы Олжас Сүлейменов бастаған. Дұрыс айтасыз, иә? Олжас Сүлейменов бастауымен Невада Семей қозғалысы ашылды, иә? Яғни осының арқасында ашық конференциялар ұйымдастырылып, Қазақстан жеріне зиян тигізетіндігі дәлелденіп, яғни 40 жыл бойы болып келген Семей полигоны тоқтатылды. Жақсы, тамаша. Ал бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мұнай өндірісі, пайдасы мен зияны. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып қойыңыздар. Және бүгінгі тақырыбымызды жазып қойыңыздар. Мұнай өндірісі, пайдасы мен зияны, мұнай қалдықтарының экологияға әсері, сонымен қатар дәйек сөздерді өтеміз. Дәйек сөздердің шығармада қолданысы, қалай жазылады, қалай қолданылады, сол туралы өтеміз тақырыпты. Ең алдымен сіздер мынау фотосуреттерге назар аударыңыздар. Мысалға, мынау сурет қарап тұрсаңыздар, 1896 жылы салынған алғашқы мұнай вышкалары. Бұл Лос-Анджелесте салынған мұнай вышкалар суретті қарап тұрсаңыздар. Ал қалғандары бұл Қазақстан жеріндегі мұнай вышкалар, иә, мұнай өндіретін алқаптар, зауыттар. Мысалға, мына жердегі сурет бұл Қашаған мұнай алқабы. Қашағанды кім біледі, дүние жүзінде нешінші орын алады? Ал Мағжан айтып көріңіз. Дүние жүзінде 5-ші орында. Дұрыс айтасыз, тамаша. Яғни Қашаған мұнай алқабы дүние жүзінде мұнай өндіруден 5-ші орында алады. Осылай фактілерді біліп жүрсіз. Ал сіздерге қысқаша мұнай өндірісін қалай пайда болғандығын, яғни мұнай өндірісін шығу тарихын, қызықты деректерді айтайын сіздерге. Және жалпы мұнай сөзі қайдан шыққан, мұнай сөзінің этимологиясын сіздерге ашып беремін. Мұнай сөзі негізінен орысша аударсақ, егер нефть деген сөз білдіреді, орыс тілінде. Ал бұл сөз нефть, араб тілінен шыққан нафта деген сөзден шыққан екен. Яғни мағынасы шығу, шығару дегенді білдіреді. Бірақ кейбір деректерде, ежелгі грек елдерінде де бұл нафта деген сөздер кездеседі екен. Ол жерде де, яғни тау майы деген мағынаны білдіреді екен. Яғни қарап отырсақ, мұнай бастамасын сонау 6000 жыл бұрын алады екен. Сонау біздің заманымыздан бұрынғы кезде елдерде, яғни адамзат мұнайды пайдаланған екен. Сол туралы сіздерге бірнеше қазір деректер келтіреді. Мысалға, грек тарихшысы Геродот бұл кісі өзінің шығармаларында Тигр және Ефрат өзендерінің бойында мұнай көздерінің бар болғандығын және оларды адамдар пайдаланғандығы туралы жазған. Оларды жарық түрінде пайдаланған. Ежелгі Рим елдерінде, Италия терістіктегі Италияда да мұнайды пайдаланған екен. Олар жаңағы таудан ағып жатқан осы мұнайды тастан жасалған ыдыстарға құйып, қараңғы түнде, яғни оны жарық түрінде пайдаланған екен. Яғни мұнайдың
жарық беретінін білген екен, иә, жарық түрінде пайдаланған. Және жаңағы Геродот айтып кеткен тарихшы, ол тарихшы өзі, шығармалары бар, яғни шығармаларында мұнай көздері болғандығы белгілі. Ал сіздер білесіздер, Геродот ол сақтар туралы да жазып кеткен адам. Әрі қарай, мысалға Византия елінде жауынгерлер бұл мұнайды соғыс кезінде пайдаланған екен. Қалай пайдаланған? Кім айтады? Тарих сабағынан мүмкін мәлім шығар. Ал Алишер айта қойыңыз. Қалай соғыста пайдаланған мұнайды? Византияда соғыста мұнайды қалай қолданғаны туралы тарихта былай айтылады. Олар соғыста үлкен тастарды мұнайға балқып, сосын оларды жағып, кемелерге немесе қарсы елдерге атау. Дұрыс айтасыз, тамаша. Ол яғни тарихтан сіздерге мәлім, иә, тарих пәндерінен оқып жатсаңыздар, мәлім, яғни сол кезде соғыстарды сол мұнайды пайдалану арқылы жеңген екен. Яғни сонымен мұнай бізде жарық береді және жанатын от ретінде пайдаланған, иә, сонау біздің заманымыздан бұрынғы адамзат яғни пайдаланған екен. Және Қытайда да мұнайды өте жақсы пайдаланған. Мұнайды олар дәрі-дәрмекке пайдаланған. Мұнайды Қытай елінде шиеу деп атайды. Шиеу деген тау майы, яғни таудан ағып жатқан май. Сонда өзінің мұнай сөзінің этимологиясын қарасақ, шығу шығару деген сөзді білдіреді мағынаны. Яғни таудан ағып жатқан мұнай екен, бұл таудан ағып жатқан. Яғни қайнар көздері бар екен. Мысалға ағылшын тілінде петролиум дейді. Яғни грек тілінен шыққан негізі петро деген тау, олиум деген майды білдіреді. Осы сөздерді біліп жүріңіздер, мән мағынасын. Сіздерге қазір қысқаша ғана бейнебаян қыстырып беремін. Қараңыздар, жалпы мұнайдың шығу тарихы және оны қалай өндірген екен. Соны қараңыздар. Адамзат мұнайды біздің заманымызға дейінгі 6-8 ғасырларда пайдалана бастаған. Майлы, қара түсті сұйықтықты құрылыс, жарық пен жылу, дәрі-дәрмек және әскери мақсатта қолданған. Алғашқы мұнай көзі ежелгі Тигр мен Евфрат өзендері жағасында және Қытайдың Сычуан провинциясында табылғанды. Ол бастан су бетіне шыққан қара май тәрізді сұйықтықты қалқып алып, оларды майдалап, қыздырып, нығыздау арқылы мұнай өнімдерін алып отырған. Қытайда алғашқы ұнларды қолмен бұрғылау әдісі арқылы өндірсе, кейін механикалық тәсілі, яғни бұрғылау арқылы бетінде бұрғылау әрі айналмалы механикалық әдісі бойынша алатын. Дүние жүзіндегі алғашқы мұнай бұрғылау 1848 жылы Бакуге жақын Прайрат аймағында басталды. Араға 11 жыл салып бұл өнімді игеру Америка Құрама Штаттарында қолға алынса, Қазақстанның Атырау облысы да бұрыннан ғалым зерттеушілердің назарында еді. Олар бұл аймақта байлық көзіне балап, уақыт өте келе олардың болжамдары дәлелденді. 1892 жылы мұнай ошақтарын зерттеуге алғашқы ұсыныстар түсе бастап, облыс бойынша ағайынды Нобельдер серіктестігі, Орал-Каспий мұнай қоғамдастығы, МБ-Каспий іспеттес ірі зерттеу компаниялары құрылды. Мұнай қоры Достыр, Қаратон, Қарашы мен Ескен аймақтарына игеріле бастады. Сонымен, мұнайды бұрын кезде қалай жерден, яғни алған екен бұл өнімді? Кім айтады? Ал, Мағжан айтыңыз. Мұнайды бұрғылау тәсілімен алған. Дұрыс айтасыз. Яғни қолмен бұрғылаған, дұрыс. Қолмен бұрғылау. Кейіннен қандай амал тәсілдер шықты? Қазір мысалы мұнайды қалай өндіреді? Печкалар өндіреді. Отырыңыз, Мағжан, Данияр айтыңыз. Мұнайды қолмен алғаннан кейін кейінірек бұрғылау әдісімен неше түрлі зауыттар механикалық заттар құрап шығарған. Дұрыс айтасыз, тамаша, жақсы. Яғни бұрғылау тәсілмен болса, қолмен қазір механикалық түрде алады, яғни арнайы мұнайда
өндіріп алатын зауыттар бар, иә, қазір алқаптар. Жақсы, енді мына картаға назар аударыңыз. Бұл қай мемлекеттің картасы? Қазақстандікі. Жақсы. Қазақстанға мұнай көзі негізі Менделеевтің кестесінде, білесіздер, иә, кім Менделеев деген кім екен? Яғни Менделеевтің кестесінде бар химиялық элементтер бар Қазақстан жерінде. Барлығы кездеседі. Қазақстан өте бай жер, иә, кең байтақ жер. Қазақстанда осы 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында орыс ғалымдары, яғни экспедиция, зерттеу экспедициясы кезінде осы Қазақстанда мұнай көздерінің бар екенін тапқан екен. Яғни мұнайды атқылап, яғни жерден жарып шығып атқылап атқан мұнай көздері табылған екен. Мысалға 1970 жылдан бастап 3 облыста ғана мұнай шығарылған, ал қазір 6 облыста мұнай шығарылады. Ал кім айтады? Қандай облыстарда мұнай шығарылады? Кім біледі? Ал Даниял? Атырау облысы. Атырау. Павлодар. Павлодар, жақсы, иә, солтүстік Қазақстан облысы. Одан кейін Маңғыстау. Айта беріңіз. Маңғыстауда шығарылады. Маңғыстау. Батыс Қазақстан. Атырау. Ең бірінші Атырауда шыққан. Иә, ең бірінші Атырау, Маңғыстау дедік. Батыс Қазақстан. Батыс Қазақстан, Ақтауда шығарылады. Ақтөбе. Ақтөбеде шығарылады. Ақтөбеде. Шымкентте шығарылады. Сосын Павлодар деді, иә? Тамаша, жақсы. Яғни қазір 6 облыста мұнайды өңдеп шығарады екен. Соны біліп жүріңіздер, иә? Бірақ ең көшбасшысы болып келе жатқан бұл Атырау. Атырауда ең көп мұнай өңдеп шығарылады екен. Бұл бір. Екіншіден, жаңа айтып кеттік, басында Қашаған мұнай алқабы дүние жүзінде 5-ші орында алады. Яғни қараңыздар, мысалға, бұрын кезде мұнайды қалай тасымалдаған? Бұрын кезде отырғанымыз осы 1970 жылдан бері шығарылса, осы 3 облыста. Мұнайды біз экспорттаймыз, басқа мемлекеттерге шығарамыз. Қалай тасымалдаған мұнайды? Ал, Данияр айта алыңыз. Жерасты трубалары арқылы. Жоқ. Қазір, иә, біз жерасты Қазір сол трубалар арқылы. құбырлар дейді, құбыр, труба дейміз. Яғни дұрыс айтасыз, жерасты құбырлар арқылы қазір тасымалданады. Яғни сыртқа басқа елдерге шығарылады. Ал бұрын кезде арнайы цистерналарға құйылып, пойызбен, вагондарға салынып тасымалданған екен. Соны біліп жүріңіздер, иә? Қазір арнайы жерасты құбырлар салынған екен. Жақсы, тамаша. Мұнай туралы жалпы мұнайдың шығу тарихын білдік, иә? Енді мынау ақпараттық тақташаға назар аударыңыздар. Сіздер жаңа фотосурет бойынша, менің айтқан шығу тарихы бойынша және бейнебаян көріңіздер. Сіздер кішкене мұнай туралы мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Енді мына тақташалармен жұмыс жасайық. Мен сіздерге сұрақ қойып тұрам, сіздер мұнай туралы осы тақташадан тауып алыңыздар дұрыс жауабын, немесе өздеріңіз қосарларыңыз болса дағы қосыңыздар. Рас ма? Ал химиялық тұрғыда мұнай қандай зат? Кім айтады? Ал Данияр айта қойыңыз. Сұйықтық зат болып келеді. Я, сұйықтық зат, яғни заттың 3 түрлі күйі болады. Соның ішінде ол сұйықтық зат. Жақсы, тамаша. Тағы да мұнай туралы кім не қосарларыңыз бар ма? Алтынай айта қойыңыз. Көмірсутектер болып келеді. Дұрыс айтасыз, көмірсутектер қоспасы. Жақсы. Енді сын сипатын айтсаңыздар, мұнай қандай зат? Ал Қабижан айта қойыңыз. Өзіндік иісі бар және қуатты әрі арзан отын. Жақсы, тамаша. Өзіндік иісі бар, арзан отын. Ал Даниял, тағы қандай зат мұнай? Судан жеңіл. Жақсы, тамаша. Енді мұнайдың қандай түстері бар екен? Тез кезектесіп айтайық. Өздеріңіз көргендеріңіз бар ма мұнайды көзімен? Ал Ерболат айтыңыз, мұнайдың түсі қандай болады екен? Қызыл қоңыр, қара, жасыл сары, қышқыл қоңыр, қызыл, ақшыл, сарғыш. Ал өзіңіз көзбен көрдіңіз бе мұнайды жалпы? Қазақстанда бұл қандай мұнай түрі шығарылады? Түсі қандай мұнайдың? Қара. Қара, иә? Жақсы, мысалы ақшыл сарғыш деген мұнай, отыра беріңіз. Ақшыл сарғыш деген мұнай
Әзербайжанда шығарылады екен. Әзербайжан елінде Сурахана деген мұнай алқабында шығарылады екен. Тура осындай ақшыл сарғыш түсті екен. Тағы да не қалды бізде? Ал салмағы қандай екен? Кім айтады? Данияр айта қойшы. Мұнайдың салмағы қандай екен? 0,65, 0,95 грамм болып келеді. Сантиметр. Тамаша, жақсы. Ал жаңа кім бізге айтты? Мұнай қуатты әрі арзан отын деп. Яғни оның арзан және қуаттылығын қалай біз салыстырмалы түрде, мысалға көмірмен өлшесек. Ал Алишер айтамыз, көмірмен өлшегенде 1 тонна мұнайға қанша көмір кетеді екен? 3 тонна көмір. Жақсы, дұрыс айтасыз. Яғни 1 тонна мұнай 3 тонна көмірдің қызуына тең болып келеді екен. Егер салыстыратын болса, салыстырмалы жағына қарайтын болса. Тамаша, жақсы. Мұнайды негізінен өзінің шикізат ретінде қолданылмайды, дұрыс айтасыз. Мұнайды тек өңдеп барып өндіріп, одан 300-ден астам заттар шығарылады. Қандай заттар шығарылады? Тез кездесіп бір-бірден айтып шығамыз. Ал осы картаны бастаймыз. Данияр айта қойыңыз. Машина дөңгелектері. Жақсы, отырыңыз. Алтынай. Қандай заттар шығарылады? Керосин. Жақсы. Отын ретінде бензин, керосин, тағы да су. Қандай заттар шығарады екен мұнайдан? Дизель, пластмасс, бензин. Жақсы. Отырыңыз. Ал келесі Данияр тағы қандай заттар шығарылады? Өзіңіз білетін заттар болса айта беріңіз. Парфюмерлік жұмсақ майлар. Жақсы. Келесі Мағжан. Мұнайдан иіс су түрлері шығарады. Иіс су түрлері тамаша. Данияр. Қандай заттар тағы шығарылады? Мысалы, мазут деген естуіңіз бар ма? Мазут шығарылады. Жақсы, ол да жанатын, е? Отын ретінде пайдаланады. Жақсы. Ал Алишер. Тағандай заттар, өзіңіз білетін заттар бар ма? Тағы 300-ден астам химиялық заттарда қолданылады. Иә, химиялық заттарда қолданылады, тамаша. Тағы Бекжан. Бағана басын айтып кеттім, қытайлықтар оны пайдаланады. Мұнайды. Қайда қолданылады? Дәрі-дәрмектерге? Дәрі-дәрмектерге де қолданылады екен мұнайды. Жақсы, тамаша. Болды, иә, барлығын айтып шықтық деп ойлаймын. Негізі 300-ден астам өнім шығарылады мұнайдан. Соны біліп қойыңыздар, иә. Одан да көпіншіде мен сіздерге тек өз күнделікті пайдаланатын, қолданыста жүрген заттарды, өнімдерді ғана жазып шықтым, иә. Ал өздеріңіз тағы да қарап көріңіздер. Қандай тағы да заттар шығарылады? Тамаша, жақсы. Енді осы білген, алған ақпараттың барлығын пайдаланып, сіздермен мынадай жұмыс жасаймыз, иә? Диаграмма толтырайық. 2 студенттен шығып, пайдасы, бір студент пайдасын жазады, екінші студент зиянын жазады. Ал Ерболат пен Қабижан шықсын. Қаламды алыңыз, оқыңыз жазғаныңызды. Мұнайдың пайдасы оның арзан және де қуат көзі болып табылады ол. Тамаша, жақсы, отырыңыз. Арзан, қуат көзі көрдіңіздер, пайдасы. Жақсы, сіз енді оқыңыз. Қандай зияны бар екен? Мұнайдың зияны адам денсаулығына зиян. Себебі адамның ішкі құрылыс организмдеріне Дұрыс айтасыз. Бір сөзбен адам денсаулығына зиян. Жақсы, отырыңыз. Толық тәжірибесін. Тағы да ал Батырхан шығыңыз. Шықпай. Және Бекжан шығыңыз. Айта беріңіз. Оқи беріңіз. Не жазыңыз? Мұнайды отын өнеркәсібінде көп пайдаланады. Бензин, керосин. Яғни отын ретінде, иә, бензин, керосин деп жазыңыз. Жақсы, тамаша. Дұрыс па жауап? Жақсы. Ал Алишер, оқи қойыңыз. Мұнай өндіретін зауыттар мұнай өндіру арқылы
былай жасанды жел сілкіністер пайда болуына себеп болады. Себебі мұнай өндіріп жатқан кезде мұнаймен бірге шыққан газ жерге сіңіп, жерде сол арқылы жасанды жел сілкіністері пайда болады. Тамаша, жақсы. Ал қалғанын өздеріңіз тағы оқып қарап аласыздар, жақсы ма? Оқып зерттеп шығыңыздар, тағы қандай пайдасы бар, зияны бар. Мұнда қарай қойыңыздар. Енді жаңа біз мұнайдың шығу тарихын, жалпы мұнайдың өндіріс орындарын көрсетуге карта бойынша. Ал енді дәйек сөз дегеніміз не? Кім айтады, дәйек сөз дегеніміз не? Орысша айтқанда қалай айтамыз? Латын тілінен алғанда дәйек сөз деген цитата деген сөз. Жақсы. Дұрыс айтасыз. Цитата. Орысша біз цитата дейміз, яғни латын тілінен шыққан циту. Келтіремін, шақырады деген ананы білдіреді. Дәйек сөз дегеніміз ол түп нұсқадан сөз алынған үзінді. Оны біз не үшін қолданамыз? Дәйек сөздерді не үшін қолданамыз? Кім айтады? Ал Данияр айта қойшы. Не үшін керек бізге дәйек сөзді? Мысалға автордың ойын... Автордың өзі жазып кеткен сол сөздің тақырыптың басына жазасыз, сол кезде кішкене көрнекті. Жақсы. Яғни мына жерде дәйек сөздің ережесі жазылған, анықтамасы берілген. Дәйек сөз дегеніміз, яғни автордың ойын беделді пікірлеріне тиянақтау үшін, біреудің пікіріне сын беру үшін, және құнды дерек ретінде пайдалану үшін қолданылады дәйек сөз. Көбінесе дәйек сөздерді қолжазбада, шығармаларда, баяндамада, немесе ғылыми еңбектерде қолданылады. Мына жерде оқып көрулеріңізге болады. Дәйек сөзді пайдалансаңыз, өзіңіз шығармаларыңызда, мысалы өзіңіз шығарма жазған кезде, ол шығармаңыз өте көрнекті, көрікті, әдемі болып көрінеді, яғни сіз бұл жерде автордың айтылған ойын өзіңіздің ойыңызбен бірге ұштастырып, байланыстырасыз. Яғни өзіңіз шығармаңыз өте әдемі, көрнекті болып көрінеді. Сол үшін де қолданылады шығармаларда. Мысалға, мысал келтіріп жүрейік. Мұнайға байланысты айтылған, мына жерде автордың сөзі бар. Естулеріңіз бар шығар? Илон Маск дегенді білесіздер ме қазіргі заманда? Кім естіді? Илон Маск деген кім? Ал Данияр. Илон Маск қазіргі технологияны ойлап шығарған ғалым. Дұрыс айтасыз, ол ғалым. Яғни қазір ракеталар жасап, зымырандар жасап, ұшырып жүрген ғалым, зерттеуші. Жақсы. Мысалға, ол мұнай туралы мынадай дәйек сөз. Бұл, яғни одан қысқартып алынған дәйек сөз ретінде пайдаланған. Менің ойымша, саясаткерлердің көбісі электромобильдерге қарсы емес. Әрине, қарсы шығатындары бар. Бірақ олар өмірдегі орын алуы мүмкін кейбір жағдайларға сенбейді. Олар ешқашан мұнай бітпейді деп ойлайды. Илон Маск. Қарап отырсаңыздар, бұл яғни Илон Масктың сөзі дәлме-дәл түпнұсқадан алынған үзінді. Мұнайға және электромобильдерге айтылған арналған сөзі. Оны біз тырнақшаға алдық. Қазір сіздерге дәйек сөздердің шығармада қолданысы туралы айтайын. Қалай оны біз жазуымыз керек. Дәйек сөзді әрқашан тырнақшаға аласыздар, егер шығармада қолдансаңыз. Және соңына міндетті түрде авторын жазу керексіздер. Түсінікті ме? Мысалы, мына сөзді жазып, авторын жазбай кетсеңіздер, сіздер біреудің сөзін ұрлап алды деген сөз. Сондықтан міндетті түрде авторы жазылады. Осыдан барып, сіз өз пікіріңізді айтып жалғастырып кетуіңізге болады. Түсінікті ғой, дәйек сөз қалай қолданылады? Яғни, бағана айтып кеткенде өзіңіз шығармаңызды әсірелеп, әдемілеп, толықтыру үшін дәйек сөздерді қолдануға болады. Бірнеше мысалдар келтірейін сіздерге. Мысалға, Стивен Кови деген американдық жазушы өзінің бизнес кітабы бар, өте көп шығарылған. Сосын жеке адамдардың, жеке тұлғалардың өсуі туралы көптеп кітаптар жазған. Ол өзінің кітабы, яғни толған осындай дәйек сөздерге толы. Өте көп дәйек сөздерді пайдаланады қазіргі кездің жазушылары. Мысалға,
жер бетіндегі жетістіктің бәрі дұрыс өмір салтының жемісі. Көріп тұрсыздар қалай жазылады, иә? Астына оң жаққа қарай авторын жазады. Дэвид Стар Джордан. Келесі, мынау Аристотельдің сөзін қолданған екен, қарап тұрсаңыздар, мен сіздерге міне кітаптың бетінен алдым. Міне кітаптың бір беті, мысалға, жаңа Стивен Ковидің «Жасампаз жандардың жеті туындысы» деген, жеті дағдысы деген кітабы бар. Сол ішіне өте көптеп дәйек сөздер қолданған екен. Ең басына міне дәйек сөз жазып қойыпты. Көрдіңдер ме, қалай жазылады? Яғни кейбір эпиграфтарда дәйек сөздер ретінде қолданылады. Эпиграф. Яғни эпиграф деген шығарманың ең басында тұрады. Автордың сөзі болады. Я кез келген автордың сөзі. Мысалы, Аристотель сөз жазып қойды. Біздің болмысымыз қайталана беретін әрекеттерімізден анық көрінеді. Бұдан шығатын пайым кемелдік әрекет емес, әдет қана. Әрі қарай өзінің ойын жалғастырып, өзінің шығармасын жазып кетті. Ол сіздерге және мысал ретінде шығармада, кітапта, ғылыми еңбекте қалай дәйек сөзді қолданылады, соны айтып тұрмын. Ал жақсы. Қазір өздеріңіз мынау дәйек сөздерді оқып шығайық. Қабижан шықыңыз. Мәнерлеп дауысып шығайық. Бернард Шоудың дәйек сөзі. Адам баласы еңбексіз өлікке айналады. Қалай түсіндіңіз? Адам баласы еңбектенбесе тірілікке айналады дегенде. Яғни адам еңбектену керек сөзі қашан. Жақсы, еңбек туралы сөзі. Келесі, Ерболат шығыңыз. Үшінші сөздің. Манайлама ар ұяттың безгенге, манда балды синаматты сезгенге дейді. Жүсіп баласы. Баласағы не? Баласағы. Жақсы, қалай түсіндіңіз бұл дәйек сөзді? Адам баласы ар ұяттан ұялма деген мағынада. Манда балдысы. Яғни ар ұяты жоқ адамға не істеме дейді? Жолама дейді. Ар ұяты жоқ адамға жолама. Жақсы. Ал Мағжанге оқи қойыңыз. Тездетеміз. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпыну. Сұлтан Махмұд Торайғыр. Жақсы. Қалай түсіндіңіз? Тездетеміз. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпыну дегенде, адам әрқашанда бақытты болуға талпынуына тиіс. Талпыну керек. Жақсы, дұрыс айтасыз. Келесі, Данияр оқи қойыңыз. Енді дәйек сөздер мен мақал мәтелдер және нақты сөздерді ажырата біліңіздер. Мақал мәтелдер авторы бар ма? Кім автор мақал мәтелдер? Қашан айтамыз? Мақал мәтелдің авторы халық. Дұрыс айтасыз. Мақал мәтелдердің авторы халық. Яғни оның автор жоқ, нақты иесі. Ал дәйек сөздерде автор бар, белгілі адамдардың нақыл сөз деп те айтуға болады өмірде. Яғни айтылған нақыл сөздері. Яғни оның авторы бар дәйек сөздерде, ал мақал мәтелде жоқ. Біз ажырата аламыз, мақал мәтелден дәйек сөздерді. Жақсы. Қазір біраз карточкамен жұмыс жасайық. 2 минут қана уақыт беріледі. Бір мақал бар. Бұл жерде мақал, фразеологизмдер, дәйек сөздер кестеді, соның ішінен мақал мәтелді тауып алу керек. Мақал мәтелді жаңа айттық қой, авторы жоқ деп. Мынаны буынға бөліңіз. Буынға бөліңіз. Буынның 3 түрі бар. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Есіңізге түсіріңіз.
диалект сөздерді көшіріп диалект еске түсіріңіз. Диалект деген белгілі бір жерде аймақта айтылатын сөздер. Жалпылама көркем әдебиетте қолданылған сөз емес. Тек мысалы оңтүстік өңірде немесе батыс Қазақстанда өзіне ғана түсінікті сөздер. Мысалға мына сөз. Бұл сөз көркем әдебиетте бар ма? Айтылмайды, яғни ол диалект сөз деген сөз. Кім болды? Данияр айта қойыңыз, болсаңыз. Берілген тапсырмада мақалаларда теріп жазып ішінен бір мақал таптым. Ер туған жеріне, ит туған жеріне. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Мақал мәтелді ажырата білдіңіз ба? Фразеологизм, дәйек сөздерден. Жақсы, тамаша, дұрыс. Тағы кім болып қалды? Екінші қатардан. Үшінші қатар болыңыза, Данияр айта қойыңыз. Қарсы мағынасын антонимді тап: ыстық, салқын, ұзақ, жақын, алыс, ұзақ, жылдам, алыс, жақын, биік, қысқа, жас, кәрі. Жақсы. Дұрыс па екен? Антонимді қатар. Дұрыс. Антоним дегеніміз не? Антоним бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Ал екінші қатардан кім болып қалды? Ал айта қойыңыз. Диалект сөздерді көшіріп жаз. Бұндағы әйдік, беркілеу, шұғыла, сырық, ниет, бананадай, қаурақ, ішқұса, бәдірен, жырынды. Жақсы. Дұрыс па екен? Диалект сөздер дұрыс теріп алып па? Дұрыс деп ойлайсыздар, иә? Жақсы, тамаша, дұрыс. Жақсы. Сонымен, бүгінгі біздің сабақ сіздерге ұнады ма? Ұнады, өте күшті. Мұнай өндірісінің шығу тарихы, мұнайдың этимологиясы сіздерге түсінікті болды ма? Ал кім айтады? Мұнай сөзінің қай сөзден шыққандығы, жалпы этимологиясын кім айтады екен? Қандай сөзден шыққан? Бекжан айта қойыңыз. Латын тіліне айтқанда нефть дейді, бірақ ол араб тілінен нафта деген сөзден шыққан. Қандай мағына береді? Ол жер майы деген. Шығару. Шығару және Шығару деген мағынаны береді. Жақсы, тамаша. Тағы да дәйек сөздер мен мақал мәтелдерді біз ажырата аламыз ба? Қалай біз ажыратамыз? Қайдан білеміз? Данияр айта қойыңызшы. Мақал мәтелдердің авторы болмайды, халық ауылынан шыққан сөздер, ал дәйек сөздердің авторы болады, ол автор әйгілі. Дұрыс, тамаша, дұрыс айтасыздар. Түсінікті ғой сіздерге, иә? Жалпы мұнай өндірісі біздің Қазақстанда қанша облыста шығарылады? 6 облыста бар. Жақсы, яғни мұнай бізде отын, ең бірінші біз жанар жағармай және отын ретінде пайдаланамыз, иә? Жақсы, тамаша. Сонымен сіздерге бүгінгі сабақтың тақырыбы түсінікті ме? Түсінікті, жақсы. Ондай болса, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үйге мұнай қалдықтарының экологияға әсері тақырыбында ғылыми стильде эссе жазып келесіздер. Және шығармаларыңызда бүгінгі өткен тақырып бойынша дәйек сөздерді пайдалануға болады. Сонда шығармаңыз өте әдемі, көркем, әсерлі болып келеді. Көркемдегі сөздерді көптеп қолданыңыздар. Үй тапсырмасы түсінікті ме? Жақсы. Бүгінгі сабаққа өте жақсы деген балмен өте жақсы қатысып отырған. Амангелді Данияр 95 балл, Ерболат 90 балл. Өте жақсы деген. Қабижан жақсы, өте жақсы 90 балл. Мағжан өте жақсы 90.
Шаңбай Данияр өте жақсы. Сатыбалдин Алишер, Расул, Бекжан өте жақсы. Даниял бізде сабаққа қатысып отырмын. Дұрыс, сабаққа осылай жақсы қатысыңыздар, Алтынайға өте жақсы бауыр. Сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Қорықпай, өз білгендеріңізді ашық айтыңыздар, иә? Сабаққа қатысып жүріңіздер, белсенді болыңыздар. Сабағымыз түсінікті болса, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.